Алматы облысының Қарасай аудандағы Елтай ауылында тереңдеу зауыты өндірістік қуатын арттырып келеді. Кәсіпорын бір күнде 30 тонна ірі қара терісін өңдейді. Былтыр 900 миллион теңгенің былғары өнімін шығарған. Қазір олар өз елімізден ғана емес, Қытай, Түркия, Таиланд пен Италиядан тапсырыстар қабылдап жатыр. Бұған дейін жартылай өңделген өнім шығарып келсе, енді дайын тауарды сата бастады. Металлургия мен құрылысқа қажетті былғары қолғаптар тігетін цехты ашыпты. Жалпы зауытта 130 адам еңбек етеді. Солардың ішінде білікті мамандар көп. Бас технолог Амангелді Арстанбаев зауыттың іргесі қаланғалы бері осында еңбек етеді. Жеңіл өнеркәсіп саласының білгір маманы терилеу технологиясын Түркия мен Беларусь елінен оқып келген. Мамандығымды дұрыс таңдадым. Бұл зауыт менің кәсіби маман болып қалыптасуыма көп ықпал етті. Өз жұмысымды жақсы көрем. Болашағы зор. Дайын өнім шығару мүмкіндігі көп. Енді былғары аяқ киім мен жиһаз жабдықтарын шығарсақ деген ниеттеміз.